Барлықтарыңызға қайырлы жақсы күн болсын. Бүгінгі күндік екінші видеомды түсіріп отырмын. Бүгін 27 мамыр 2025 жыл, жылыжайдан осындай видео. Міне қазір өсіп жатқан жай күйлер осындай. Мынау мысалы алдыларыңызда кәділер, кабачкилар, кәдінің көшеттері. Бұларды далаға отырғызам ба деп жоспарлап отырмын. Өйткені жылыжайдың ішінде бар, қазір күн жылынды. Неғұрлым далаға отырғызсақ, соғұрлым күтімді аз керек етеді. Өйткені далаға күн жылынғаннан отырғызасын, суарасын, қатты керемет кәділерге күтім керек жоқ. Және де далада әйтеуір кішкене кеңірек қой, мынандай ағаштардың борт дейміз ғой, осындайларынан салбырап өсіп, сөйтіп көп жерді алмайды. Менің бір осы кәділерді отырғызғанда бір қателігім болыпты. Мынандай міне грядка дейміз ғой, соның ортасына отырғызған дұрыс екен негізі. Мен осындай мына шетіне, былай шетіне, осылай шеттеріне отырғызғанмын ғой. Анау түбінде көрініп тұрған жайылып өсіп жатыр. Сол жүрген кезде, суарған кезде кедергі келтіреді. Тіпті кабачкиларда сол жаққа қарай шығып өсіп жатыр. Далада әйтеуір алаңдамайсың, далада таза ауасын қадағаламайсың, күн жылынса болды, өздері өсіп жатады ғой. Негізі күші, даладағы өскеннің күші көбірек болады деп ойлаймын, бойындағы кәділерді өсіруге. Енді анау кәділердің қаптап өсіп келе жатты, бірнешеуі шіріп кетті, өйткені әлі келмей солып қалды. Соларды бір жағына қарай ұстайсың да, бір жағына қарай бұрап ептеп, жаңа кәділерін алып лақтырып жібердім. Сондай өйткені бәрі қаптап, бәрі бірге өсе алмайды екен. Далада көбінесе өсіреді. Енді далада да солып қалатындарды болады, бірағында далада неғұрлым ширақтау болады. Мынау алдыларыңызда көшеттер, қызанақтың. Мына жерде бой ұзындары дайын тұр отырғызуға, мынау кішіректері. Мына жерде тоңған бұрыштары. Мына қызанақтар ептеп гүлдеп жатыр, өйткені уақыттары келіп тұр отырғызуға. Бұл бір шолу видео жасап тұрмын ғой, не барын, жаңағы не өзгеріс, біраз болды видео түсірмегеніме. Мынау өткенде өсіп жатқан салат жапырақтары әлі де болса жеп жатырмыз. Сол бір айдан асып кетті ғой деймін. Мынау алдыларыңызда қиярлар, мынау бұрынғы қиярлар. Айтқан болатын, өткен видеомда қиярларды бөліп отырғызам. Біразын отырғыздым. Одан кейін де отырғызғандар бар, одан кейінгілер міне арасында мына жер босаған соң қиярды отырғыза бастағанмын ғой, мына екі қиярдың арасын қосайын деп. Міне осы жер босаған соң отырғыздым. Мына жерлер ол кезде босамаған, кейіннен міне қиярлар қостым. Міне мына қызанақтарды осы жерге отырғызып қойғанмын ғой, бір жерден қалған артығын. Енді бұларды ала салам, осы жерге бір қияр отырғыза салуға болады. Сонда мына жер мынадан бастап былайға дейін ептеп қияр болады. Бірыңғай күтуге де ыңғайлы да. Мына жерде көшеттер тағы да, мына жерде қиярлар. Бұларды далаға отырғызам деп дайындап отырмын. Негіз далаға да отырғызып қойғам. Бір жағына бақшаның, екінші жағына осыларды отырғызам деп дайындап қойдым. Мынау қызанақтар. Енді қызанақтарға ептеп күтім қажет. Әзірге байлап қойдым. Гүлдеп жатыр барлығы, бірақ әлі түйін салған жоқ. Өйткені мына жапырақтарында өсіріп жатыр жан-жағына. Көрдіңіздер ме? Масса деп айтады ғой. Соғанда қаншама күштері керек. Негізі ептеп видеолар көріп дайындалам. Басында ойлағанмын ғой, осылай өсіре берем, барлығын суарып, жапырақтары негізі күннің көзінен дәрумендерді өзінің бойына сіңіріп, содан қызанақтарға береді ғой, көмек болады ғой деген. Бірағында енді оған түйін салуы алыстап тұр ептеп. Өйткені жапырақтары көп, сондықтан тағы бір видеолар көріп, айтады ғой, тәжірибесі мол адамдардың видеоларын көріп, соны қалай қылған дұрыс, соны бір қарап шығам, содан кейін күтіміне кірісемін. Әзірге байлап қойдым, сынып қалмасын деп. Ептеп жапырақтарын алдым. Мына жерде қиярлар міне, өткенде оларды да байлап қойған болатынмын. Кішірек кезде сынбай тұрып байлаған жақсы. Тіпті көп кішкентай болған кезде қолдарыңыз тиіп жатса, мысалы осындай қиярлардың кезінде мына жерге қадасын қадап, жіп тартып байлап
жібін алдын ала дайындап қойған жақсы. Өйткені уақыт тез өте шығады. Сол кезде қатты өсіп кетсе, бір-біріне мынандай болып өскен кездің өзінде құлап жатып, бір-біріне кедергі келтіреді. Мына осындай кішірек болғанда да байлауға болады. Немесе мынандай кішірек болғанда да қасына жібін дайындап қойсаңыз болады, кейін орай саласыздар. Енді бүгінгі видеом осындай. Әр жақта қызанақтар, басқа сұрып волгоградский деген. Оның әр жағында қиярлар бар. Тағы да видео бұйырып жатса, жақын арада түсіріп отыруға тырысамын. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар.